Қайырлы кеш, қымбатты достар. Сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін біз сіздермен жас жазушы Отызбай Бабырдың Айдын атты кітабына қысқаша шолу жасаймыз. Қазіргі таңда кітаптың түрі өте көп. Кітап оқимын деген адам жанына жақын кітапты алып оқитыны анық. Ал қолыңызға алып отырған бұл кітап өмірде болып жатқан оқиғаларды бір арнада тоғыстырған, барлық тақырыпты қамтитын кітап болып табылады. Оқыңыз, өзіңіз көз жеткізіңіз. Түндігін түріп, оқырманға жол тартқан бұл Айдын атты кітапты қолға алып, назар салып оқысаңыз, күнделікті шынайы өмірде болып жатқан дүниелер көз алдыңызға келіп, кітаптың соңы қалай болады екен деген ой, кітаптың барлық бөлімін оқып бітіргенше маза бермесін байқайсыз. Кітаптың әр бөлімі сізге өзінше әсер береді. Оқып отырып, қазақ тіліндегі көркем фильм көріп отырғандай күйде боласыз. Бұл кітаптың авторы жазушылыққа енді қадам басып отырған жас жазушы қазақ баласы Отызбай Бабыр баламыз. Бабырдың ел аузынан алынған ақсақалдар сөздері, ғашықтардың жай күйі, ауылдың тыныс тіршілігі, достар арасындағы шынайы көріністер, зорлықшыл әлемі бар, жазықсыз жаласы бар, әділетсіз қоғамды көрсеткен, көзіңе жас әкелетін бейнелер, бала сүйе алмай, көптеген қиындықты бастан өткерген жандарды суреттейтін алғашқы жинақ кітабы, тағы да көптеген жинақ кітаптарының жарық көруіне жол ашсын деп тілеймін. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, Бабыр балама өзіңдей жас жазушы келді деп мен бата беріп, қуана жар саламын. Әбен Хамитұлы, Ғажайып Қазақстан газетінің президенті, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі. Бұрынғы заман сұлуларының соры түсінікті. Теңдіктің жоқтығы, басында еркіндік болмауы. Соның салдарынан менің дәу әжем секілді бірен-саран қайсар қыздар болмаса, қалғандары шал тартқанына қарамай, ақшасы жеткен байдың етегін ұстап кете барған. Ал қазірше қыздарымыз емін-еркін көсіле сөйлеп, не қаласа соны жасайды. Дәу әжемнің заманымен салыстырғанда нағыз бостандық орнаған уақыт. Бірақ сол бостандық бостыққа, еркіндіктің аяғы есіруге апарып соққандай. Бұл сөзімнің себепшісі қарсы алдымда қансырап бара жатқан мына қыз. Бұған дейін де ол қызды саябақта бірнеше рет көрген, жүзі таныс болғандықтан есіме түсіп, содан келген түйін ойлар ғой. Кенет менің ойымды ғана емес, бүкіл әлем, тіршілік атаулыны бір сәтке тоқтатқан ғажап дыбыс естілді. Тыныш түн, тылсым табиғат, жер бетін мекендеген тіршілік иесі барлығы оның көркем үнін бөлместен әлдилей құшақ жая қарсы алды. Атар таң сол бір жаратылыс үшін асыға келіп, бір көрсем дейді. Күн көзі көкке көтеріліп, шуағымен нұр жүзін бір сүйсем дейді. Жылы самал бір жанасып өтсем деп арман етіп, сол үшін дала кезіп, өмір бойы жел болып ессіз сандалуға келсерліктей. Алғаш көріп, үніне куә болған менмін деп, ай мақтанып, жұлдыздармен жымыңдасса, алғаш болып ыстық бауырыма басқан менмін деп, жер ана қызғануда. Жаңа бір өмір, жаңа бір тіршілік, бейғам жатқан пәк ғұмыр, мен келдім, бармын, тірімін деп, мен мұндалап, шырылдап тіл қатты. Орындық астында жатқан шала жансар нәресте, менің де қашып бара жатқан әлгі жас қыздың да назарын өзіне еріксіз аударды. Жалт қараған әлгі қыз тірі қалғанына таңырқай, мүмкін емес деп аузын басып отыра қалып жылады. Сәби үні іңгәләп, әлсін-әлсін үзіліп барып тына қалды. Не істерімді, не дерімді білмей, ішіме біреу мұз тастап жібергендей салқындық орнап, денем тітіркеніп кетті. Мені нәрестеге жақын тұрғандықтан анық көріп тұр деп ойласа керек. Әлгі қыз жылаған қалпы, неге даусы шықпай қалды, өлді ме деп сұрады. Құрғыр-ай, аузыма сөз түссейші.
Қыздың сұрағына не деп жауап берерімді білмей, нәрестеге жақындап бардым. Жаңа ғана өмір есігін ашқан кіп-кішкене сәби сирек әрі ауыр күрсіне тыныстайды. Өмір атты өткелге алғаш рет сапарламақ болып келген кезінде бірінші болып қарсы алған адамдар ыстық ықылас білдіріп, жайлы орынмен күтіп алмағанын, және өзі де келе сала анасына сүйкімді бала болып, аналық қуаныш сыйлай алмағанын, бәрін біліп, ұғып жатқандай. Сонысына өкініп, қайта кетпек ойы бар екені де бет жүзінен оқылып тұр. Денесі мұздап барады. Ей қыз, бұл баланы сен тудың ба? Бұл жерде қалайша босанып қойдың? Тірі секілді, тез бері келіп құшағыңа бас, аналық мейіріміңді төк. Мен қазір тез жедел жәрдем шақырамын. Бол тез дедім. Есіңді жи, жылап отыратын уақыт емес. Кіндігі де кесілмепті деп тапырақтап, не істеп не қойғанымды білмеймін. Әйтеуір берекесіз қимыл қозғалысым көбейіп кетті. Перзентхана қайдеді өзі? Жүр, екеуіңді де көтеріп апарайын. Таңда атып қалды. Саябақтан шығып жол бойына түссек, көлікте табылар. Иманы бар біреу жеткізіп салар деп қызға қарай жақындамақ болғанымда, ол тағы шегіншектеп қашуға тырысты. Сырт кейпімнен қорықпа, зияным жоқ, шын айтам. Сенші маған қарғамау, өзіңе де балаңа да көмек керек. Жоқ, жоламаңыз. Өлген жақсы, сол маған да, өзіне де тиімді. Бұл сөздер қанша ащы болса да, адамзат атаулыдан көңілі қалғандығы айқындалған бейкүнә қыздың аузынан амалсыздықтан, шарасыздықтан шыққаны көрініс берді. 10 жыл жалғыз көше кезіп, нөсерлі жауыннан кейінгі селдей ағып өтіп жатқан өмірімде тым құрғанда, жөні түзу адаммен 5 минут сұхбаттаспаған мен секілді адамның аузынан қайбір пәтуалы сөз шыға қойсын. Сол қызбен қосыла қиналып тұрсам да, ретін тауып жұбаныш болар сөз, жәрдемге жарарлық басу айта алмадым. Соныма қатты қынжылдым. Әлгі қыз үстіндегі күздік қара күртешесін шешіп, тірі қалған жағдайда көзімдей көрер деген ниетпен мен тұсқа лақтырып жіберді де, өзі айнымайтын нық шешімге келгендей болып, баласынан бас тартып, қайрылмастан алыстап кете барды. Тоқта демедім. Тоқтамасы анық еді. Күртешені алдым да жүгіріп барып, шалажансар болып жерде жатқан нәрестені соған орап, көтеріп алдым. Анаңның құшағы деп ойлап, шешеңнің иісі сіңген киімін иіске. Уайымдама, ол сені жақсы көреді. Жай бір жаққа асықсы екен. Тірлігі біткен соң оралар деген жалған сөздермен жаңа туған нәрестені емес, өзімді өзім алдағандай болып, соған сенуге тырыстым. Әй балапан, сен мені естіп тұрсың ба? Тым құрығанда жылап болсын жауап қатсаңшы. Неге үндемейсің? Нәресте жыламады, үн қатпады. Өзіне ғана емес, әлемге үнсіздік орнатқандай тып-тыныш. Дыбыс атаулы бұл өмірде жоқ, тіпті мүлдем ондай түсінік болмағандай. Күллі жаратылыс өлі кейіпте, кеудесінде жаны бар жалғыз тіршілік иесі мен ғана секілді. Бар ауыртпалықты арқалап, көтеруге шамам жетпей, сол ауырлыққа бастырылып қалғандай болып, баспанам болған қарт қара ағашқа тұнжырап келіп, арқа сүйеп отыра кеттім. Рухтар әлемінде адасып жүріп, өмірдің есігін жаңылыс ашып, бір сәтте қайта жаба салған, өзге әлемдегі періштенің жансыз бейнесін қолыма ұстап кеудеме басып отырғандаймын. Қара күртеше анаңның ыстық құшағын, ал менің денем анаңның сүйсіне сипалаған аялы алақанын алмастыра алмады. Алмастыруы мүмкін де емес. Кешір бөбегім. Қадірлі кітап сүйер қауым, сіздер қазір жас жазушы Отызбай Бабырдың Айдын атты кітабынан үзінді тыңдадыңыздар. Шығарманы оқыған Кітаптар әлемі жобасының жетекшісі Салтанат Әбдіғали.